Есбайдың татысы. Есбай Балысалы дейтін атақты күйші болды. Соның былай шығармашылығында шыққан өмір жолында шыққан тас күйлердің бірі бар. Мынау Ақтөбеде, қателеспесем, Ақтөбеден төменде бір Жин бойының бір төмен жағында бір орналасқан ауылда бір өте үлкен ауқатты адам былай ас береді өзінің аталарына ғана. Сосын ел жұрттың бәрін шақырады. Ол ас бергеннен кейін барлықтарыңыз білесіз, бәйге болады, күрес болады, неше түрлі жаңағы мүшәйралар өтеді. Соның бірі, бірақ ең жаңағы десертіне, тәттісіне күй тартысты алып қояды арнайы. Сол енді бәйгесі өтеді, жаңағы басқа күресі де өтеді, палуандықта барлығы өтіп болғаннан кейін барып, осы 32 қанат бет, үлкен қанатты үйге, киіз үйге барлығын шақырып, күй тартыс деп жаңағы атойлап, орандатып шақырады барлығын. Сонда жетіру, Маңғыстауда өзі, батыста өзі үшке бөлінеді. Біреуі байлы 12 ата, біреуі 6 ата әлім, біреуі жетіру деді. Сонда жетірудан атақты Науша дейтін қыз шығады, дұрыс па, Қадәулет? Жетірудан Науша дейтін қыз шығады, 18 жасар сол кезде. 6 ата әлімнен Тоғызбай дейтін күйші шығады. Сосын үшіншісі 12 ата Байылдан Есентемір дейтін руынан баласы Есбай дейтін күйші. Ол жасы 60-тарға шығады. Сосын барлығы жиналады. Жаңа ас беріп жатқан ауқатты адамның өзі төрегелік етеді. Сонда енді бірден айтады, бұл күйшілер қазір бүткіл елге белгілі күйшілер. Олар тарт десе таңға тоқтатпай тарта береді. Одан да бесек дейді. Теңіздің дәмі тамшысынан дегендей. Бір-бірге дейін тартсын, содан тек анықтайды. Бәрі келсе кетеді. Сосын ең бірінші қыздың жолы жіңішкелеп, Науша қызға келеді. Бұл кезде күйді тартпас бұрын күйдің тарихын айтып тартатын дәстүр бар. Сонда Науша қыз былай деп бастайды. Жақсылар ауылда үлкендеріміз кетіп қалып, қыз жігіттер болып, жастар болып, ақсүйек ойнады. Ақсүйек ойнап жүрген кезде байқамай мен өкшемнің, ертеңнің өкшесін тайдырып алып едім. Сонда жанында жүрген бір жігіт, видимо, подкат жасап жүрген болуы мүмкін. Сол қасындағы жігіт шимен айдың жарағында тұрып, шимен шегелеп береді. Соның өнеріне мен ырза болып, шидеме, шегелеме дейтін күй шығарды. Деп Науша қыз бірінші күйді тартады. Сосын сен тартпай кетіп қалсың да. Наушаның күйі балдар, шегелеме. Ши деген өсімдік балдар, шөп. Сен қаттылау. Шимен, жаңа балғамен түкті отырған нелері бар жаңа қозғалыстар.
Келіңіз.